Балалар үшін қызыл түсті ашық киімдер, милитари стилі дұрыс болады. Жаңа жылды өзіңізге деген үлкен сеніммен қарсы алыңыз. Есіңізде болсын, мақсатқа талмай ұмтылсаңыз, барлық ойлаған нәрсеге қол жеткізесіз. Торпақтар, нәзік реңкті жасыл киімде өзіңізді қолайлы әрі өте үйлесімді сезінетін боласыз. Сондай-ақ нәзік аксессуар қосуды ұмытпаңыз. Егіздер, ашық түсті немесе ақ киім өзіңізді жеңіл сезінуге ықпал етеді. Күміс элементтері бар аксессуарлар құпталады. Шаяндар, барлық көгілдір түстің реңктері сізді алдағы жылы энергияға толтырады. Күміс түсті аксессуарлар қоссаңыз, бейнеңіз одан әрі әсерлі бола түспек. Арыстандар, 2020 жылы сары, ақшыл сары және қызғылт түсті киімдер сәттілік әкелетін болады. Алтынмен тігілген киімдер, алқалар, сақиналар мен сырға да алдағы жылы табысты болуға көмектеседі. Бикештер, жарқын реңктер, casual стиліндегі киім бұл жаңа жылдық кеште ғана жайлылық емес, сонымен қатар 2020 жылға көптеген жақсы жаңалықтар әкелуі мүмкін. Таразылар, егер сізге киім таңдау қиын болса, нәзік реңктерді таңдаңыз. Жеңіл ақшыл түсті көйлек немесе жейде келесі жылдың ішінде сіз үшін ең қолайлы киім болады. Саршаяндар, ашық киім, ал қызыл түстер сіздің бейнеңізді ашып, алдағы жыл бойы сәттілікті сіздің жаныңызға тартатын болады. Мергендер, күлгін реңктер, брендті киім немесе ерекше бас киімдер сияқты қызықты есте қалатын элемент сізге 2020 жылы алға ұмтылуға күш бермек. Тау ешкілер, қара түстегі киім сізге 2020 жыл бойы өте жарасымды болады. Жіңішке юбка, қарандаш немесе пиджак сияқты қатаң стилдегі киімдермен эксперимент жасаңыз. Сіздің мәртебеңізді көрсететін галстук, қол сағаттар және басқа әшекейлер туралы ұмытпаңыз. Су құйғыштар. Эпатаж сіздің екінші атыңыз. Геометриялық ою-өрнекпен немесе әртүрлі әшекейлермен көркемделген киіммен сіз жаңа жыл кешінде де, одан кейін де назардан тыс қалмайсыз. Көзге түсетін әсем әшекейлер көбірек болғаны абзал. Балықтар, сіздің жеке тұлғаңыздың тереңдігін көрсету үшін көк және жасыл түстердің барлық реңктері, ұзын көйлектер немесе юбкалар, туникалар айналаңыздағы адамдардың жүрегін жаулау үшін таптырмас құрал.